Ассалаумағалейкум ағайындар, қайырлы күн. Айтайын деп отырғанына ана күн бір қамшы видео салғам. Сол видеоға бір бала комментарий жазып жүрді. Алты өрімнің қасиеті қандай білесің ба деп. Мен нақты өрімге ғана емес, ол нақты қамшының өзімше білетіндей, өзім түсінгенім бойынша соны айтып берейін. Қамшы деген егер адал, әділ адам болсаң, бұл кәдімгі ер жігіттің кәдімгі бір қасиетті құралы, ер жігіттің. Ал жаңағындай адал, әділ болмасаң, бұл бір мал айдайтын қамшы, немесе бір үйде ілініп тұратын бір сәндікке ғана арналған құрал болып тұрады. Оны өйтіп айтатын себебім, мысалға мына тобылғының өзі бұл негізі қамшы жасауға ғана арналған, былайша айтқанда ағаш қой. Мысалы жуандығы да бұл қамшының сабына ғана лайық бұл. Одан артық қатты жуандамайды бұл. Тағыздығы, мықтылығы ұзаққа сап болып жүргенде сонысымен де ол өзі кәдімгідей қамшы жасауға арналған ағаш мысалға. Соның өзі бұл құрал, мысалы қамшы құралының бір қасиетті бір құрал, ер жігіттің бір қасиетті құрал екенін бұл бір белгісі бұл. Ал енді өрімі, мысалы үшін өрімі бұл да мысалы малдың терісінен жасалынады, мысалы үшін. Сол малдың терісімен қайыстан жаңағындай өрімі тобылғы саппен сапталған кезде бұл кәдімгідей бір ерекше бір ер жігіттің бір сондай құралы болып саналады бұл. Бұл енді жаңағындай көп адамдар енді оны жаңағындай несін түсінбегеннен кейін жаңағындай білмей жүреді, мысалы үшін. Бұны кәдімгідей бақсы сияқты, былайша айтқанда түсінікті болу үшін бақсының қамшысы деген сияқты, егер адал, әділ болып, жаңағындай бір арақ ішпей, темекі шекпей, ұрлық жасамай, сондай болып жүрсең, бұл кәдімгідей, мысалы үшін, біреулер айтып жатады ғой, мысалы үшін, осы талай естідім осы тиктокта, мен қамшы сатып тұрғанда айтып жатады адамдар, үйде ілініп тұрса шайтаннан қорғайды деп. Ол негізі шайтан емес, бұл негізі адамдардың арасында злой дух дейді ғой, былайша айтқанда, орысша айтқанда злой дух. Бұл сондай адамдардан адам кәдімгідей бұл қорғайды бұл. Бұл кәдімгідей бұл ер жігіт, егер адал, әділ адам болсаң, бұл қамшы сенің ер жігіттің құралы бұл. Бұл сондайдан қорғайды бұл. Злой дух деген, мысалы үшін, адам сен білмейсің, біреу сенің сыртыңнан бір қастық ойлап жүреді. Сол адамнан, мысалы үшін, сол жаңағындай злой дух адамнан қорғайтын себебін мен бір мысалын айтайын, өз басымнан өткен. Бір базға барған кезде бір қамшы жасайтын мықты шебер адам бір кісінің қамшысын ұстап көрдім. Жаңағыдай сол қамшысын ұстап көріп, әдемі жасалған, мықты жасалған екен. Сол кезде сол қамшыны ұстап көргеннен кейін бір күні бір ұйықтап жатқанда түсімде сол кісінің қамшысын ұстап алыппын. Содан кейін жаңағындай бір злой дух адам екен деймін жаңағы. Біресе алдымда жаңағындай арыстан болып кетеді, біресе бір жылан болып кетеді. Сол адамды қуалап сабап жүрмін. Сол кезде көрдің бе, сол жаңағы қамшының қасиеті, құдіреті сол. Ал енді оны жаңағындай өзің адал болмай, әділ болмай, жаңағындай бір арақ ішіп, темекі шегіп, бір ұрлық жасап, бір сондай болып жүрсең, бұл жай ғана мал айдайтын ғана құрал болып қамшы. Одан кейін жай үйде ілініп тұрған, сәндікке ғана ілініп тұрған құрал болып тұрады. Мен сол ана күн бір бала осындай видеоға комментарий жазып жүрді, соған өзім осындай өз ойымды, жеке пікірімді білдіріп, соған осындай жауап
айтып жатырмын сол. Сол енді осы тыңдап нетіп отырған адамдар болса, көріп жатқан адамдар болса, енді осыған өздеріңіздің бағаларыңызды бересіздер ғой. Жақсы.